Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Яғни оқушылар, өткен тақырыптар бойынша қайталау жаттығуларын орындайтын боламыз. Қанекей, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыпты жазып, 4-ші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді мәнерлеп оқып, жатқа жаз. Әнуарбек Дүйсенбиевтің өлеңін мәнерлеп оқимын, тыңдаймыз, және бірнеше рет өздеріңіз қайталап, жатқа жазасыңыз. Апаң сенің базардан алма сатып әкелді, ең үлкенін, тәттісін саған таңдап әперді. Не деп барып жеу керек? Дұрыс айтасыңыз оқушылар. Рахмет деп барып жеу керек екен. Керемет. Ендеше бірнеше рет ішімізден қайталап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Ендеше болсақ, алғысыңды, ризашылығыңды қандай сөздермен білдіресіңдер? Дұрыс айтасыңыз. Алғысыңды, ризашылығыңды рахмет деген сөзбен білдіреді екенбіз. Керемет. Ендеше келесі 5-ші жаттығу ауызша орындалады. Суреттерге қара. Бұлар нелер? Дұрыс айтасыңыз. Лақ, ілгіш, жаңғақ. Лақ сөзі неше буынды сөз? Керемет. Лақ сөзі бір буынды. Оны қайдан білдік? Дұрыс айтасыңыз. Өйткені лақ сөзінде бір ғана дауысты дыбыс бар. Ал ілгіште ше? Дұрыс айтасыңыз. 2 дауысты дыбыс бар. 3-ші суретте? Жаңғақ. Жаңғақ қанша буынды? 2 буынды. Яғни, жаңғақ сөзінде 2 дауысты дыбыс бар екен. Келесі 6-шы жаттығуға назар аударамыз. Диалогтерді алғыс сөздермен толықтырып жаз. Яғни, рахмет, көп жасай деген сөздермен толықтырып, көшіріп жазамыз. Ата, мына орынға отырыңыз. Қарағым. Әже, сөмкеңізді беріңіз, мен көтерейін. Айналайын. Орындап болсаңыз, келесі оқу тапсырмасы 7-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, алғыс тақырыбына әңгіме құра. Тірек сөздер: балалар, мектеп, әжей, ауыр сөмке, көмектесу, риза болу, алғыс айту. Яғни осы тірек сөздерді пайдалана отырып, алғыс тақырыбына қысқаша әңгіме құрап жазыңыз. Келесі, осы сұрақтар арқылы сіздер әңгімені толықтырып жаза аласыздар. Балалар қайда бара жатыр еді? Жолда кімді көрді? Қолында қандай сөмке бар? Балалар көмектесті ме? Әжей риза болып алғыс айтты ма? Мінекей оқушылар, осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер әңгімені толықтырып жазасыңыз. Осымен бүгінгі қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар оқушылар.